Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түсесің. Адам керуен, өмір жол. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Өмір қимылды талап етеді. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым. Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер ме едік? Тәттіні бермесе, ащыны білер ме едік? Тарих рахмсыз. Ол ғұламаны да, білгірді де, өнер иесін де, хандар мен патшаларды да аямады. Ол өз заңына қарсы келгендердің бәрін езіп, жаншып жүре береді. Тарих заңдары кері қайтуды білмейді, және оны жаратпайды. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Адамның бүкіл өмірі өзін өзі жұбату, өзін өзі алдау. Өлімнен де ауыр ит өмір кімге керек? Сенің ең бақытсыз тұтынушың, бұл сенің ең маңызды өміріңдегі сынағың. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқашан білген емеспін. Бірақ бір ұлы іске жаратылғанымды әрқашан білдім. Сен жаудан қашсаң, өмір сеннен қашады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен алып кіру әдебиеттің ендігі міндеті. Жер бетінде ақымақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Өмірдің ең тәтті қызығы адал достарыңның көп болуы. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңді бақырайтып қойып, айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Өмір сүрудің 2 заңның білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Байлық бұл өмірді соңына дейін тезе білу қасиеті.
Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр, салақ адамның іс-әрекеті сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңінен төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сынық қанат көбелек, ол да өмірі іздемек. Дүние түске дейін киіз, түстен кейін мүйіз болып кетуі әп-сәтте. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Тек ақиқат білім ғана күндік туғызбайды. Ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен. Лаборатория аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен, еңбек адамның жасампаз ісін танумен кең өрісін табады. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан дот баспастан жылтырай да жарқырай береді. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолданбаған кісі жерін айдап, дәнін теппеген адамға ұқсас. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Бұл қандай өмір, егер ол достарымның өмірімен төленген болса? Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең етпейтінен түсіргендей, батпандап тізе тұсқа тұз тартады. Болған шақтың өз сұлулығы бар, өз қызуы, ұшқырлығы бар. Өмірде адам не көрмес, көтергенмен кеудесін, жақсыға жаман тең келмес. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Меніңше, бұл өмірде махаббаттан асқан қазына жоқ. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Достарынды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса. Екіншісі, қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек. Өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады.